Ортасына салмамызды салып, осылайша пигодиларымызды түйеміз. Міне осылайша барлық пигодиларымызды түйгеннен кейін мантоваркаға жақсылап орналастырамыз. Енді буға қойып 45 минут пісіріп аламыз. Келесі кезекте біз пигодидің үстіне салат дайындаймыз. Ол үшін осылайша сәбіздерімізді теркадан өткіземіз. 2-3 чеснокты да осылайша сақтап турап, сәбізіміздің үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосамыз. Үстінен қыздырылған май құямыз. Салатты ерекше дәмдетіп тұратын кинзаны осылайша жуып тазалап алғаннан кейін жақсылап сақтап тураймыз. Енді барлық осы қоспаларды жақсылап араластырып, салатымызды дайындаймыз. Міне біздің пигодиларымыз да пісіп шықты. Енді дайын болған салатымызды пигодинің үстін осылайша кесіп, ішіне орналастырамыз. Міндетті түрде дәл осылай отбасыларыңызға арнап жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Нұргүл Амантаева.